Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше дәмі бар апельсин шайын дайындаймыз. Ең бірінші шай дайындау үшін бізге апельсиннің соғы керек. Апельсиннің соғын өзіміз апельсиннен жасаған дұрыс болады. Және де міне бір апельсинді өстіп шамалы мыжып аламыз. Соғы шықсын және де екіге бөлеміз. Және де мына ортасындағы дәндері болмау керек. Сразу алып тастаған жөн. Міне апельсинді сығып аламыз. Сіздер осыны қолмен немесе соковыжималкамен немесе вилкамен жасаңыздар болады. Міне бұл біздің дайын согымыз. Кейін лимонды аламыз және де долькаларға турап аламыз. Яғни бөлік. Екі бөлікке осындай кесіп алдым. Кейін бағана қалған жарты апельсинімізді алып, оны да турадық. Мен бұл жерде бір ғана кусок, яғни бір ғана тілім турағанмын, бірақ та екі тілім тураған жөн. Міне осындай чайнигімізді аламыз енді. Осындай тыста болған жөн, басқа тыстар келмейді. Енді жаңа туралған фруктыларымызды, яғни цитрусты фруктыларымызды саламыз. Міне лимонды салдым, апельсин салдым. Енді осы ыдысымызға натуральный, яғни табиғи бал саламыз. Жарты ас қасық салсаңыздар болады, бірақ та кейін де салуға кеңес беремін. Енді мынандай сеткасын саламыз. Кейін 2 шай қасық шай салдым. 2 шай қасық шайдан қоюлы болады, сондықтан да 1 немесе 1,5 шай қасық салған дұрыс деп ойлаймын. Кейін бағанағы апельсиніміздің цедрасын алған болатынбыз. Осы цедраны да осы жерге саламыз. Бұл жерде мен сушеный мяты салып жатырмын. Негізінде сушеныйға қарағанда балғын, яғни свежий түрінде салған дұрыс, жөп қылып турап. Кейін бізде қайнаған су, кипяток қоямыз. Керегінше қоямыз, әрине, бірақ та 1 литрдей болу керек. Енді осы шайымызды 10 минуттай тұрғызып қойдық, қараңыздар. Кейін жаңағы сеткамызды алып тастаймыз. Сеткамызды алып тастағанымыз өйткені шай көп қайнап кетіп, қатты қою болуы мүмкін. Одан кейін апельсиннің соғымызды құйдық. Енді біздің шайымыз дайын. Өздеріңіз құйып іше берсеңіздер болады.